Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері және студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және ютубтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетіп, мектеп математикасының да, университет математикасы, яғни жоғары математиканың да күрделі есептерін көрсетемін. Бүгін мынадай тригонометриялық теңдеу: косинус квадрат х плюс квадрат синус квадрат х тең жақша 1 плюс квадрат үш, екінші жақшада тригонометриялық функциялар косинус х минус косинус х синус х плюс синус х. Бұны қалай түрлендіреміз? Бұны түрлендірудің жолы бөліп алайық сол жағын. Бөліп алайық, бірге көбейтейік, мынаны 3 квадрат 3-ке көбейтейік, соны бөліп жазайық. Сондай ауыстырып жазсақ та ештеңе көрмейді ғой. Косинус бірге көбейтсек, мынаның өзі шығады, дұрыс па? Минус косинус х синус х плюс синус х плюс квадрат 3 тура осы өзі жазайық. Қателеспеш. Косинус х симаса кешіріңіз, арасында минус косинус х синус х плюс синус х тең косинус квадрат х косинус квадрат х плюс квадрат 3 синус квадрат х. Енді мынаны сол жаққа шығарайық. Квадрат 3 барларын біріктірейік, квадрат 3 мынаны өзін біріктірейік. Сонда бізде қандай не шығады? Қарайықшы сондай. Косинус х плюс синус х мына минус косинус х синус х и минус косинус квадрат х. Минус косинус квадрат х. Осы бірінші жақшаға мынаны алу таңбасымен жіберсек, қосуы квадрат 3 шығып кетеді. Мына жерде квадрат 3 мынау қалады, мынау минус болып барады. Түсінікті ол, міне. Так, аяқта косинус х плюс синус х и не болады минус косинус х синус х, минус косинус х синус х и минус синус квадрат х тең 0. Жіктейік, қара. Жерде косинус х шығарып жіберсек, косинус х плюс синус х қалады, значит косинус х плюс синус х алдына шығып кетеді. Бірінші жақшаны жіктесек қалай болады? Косинус х плюс синус х жерде 1 минус косинус х келсесіздер, и плюс аяқта косинус х плюс синус х шығарып жіберсек, минус косинус х плюс синус х минус болады, яғни одағы жақтарының сыртына шығады. Түсініп отырсыздар, косинус х плюс синус х жабылды. Мына аяқта не? Мына аяқта 1 минус синус х. Мына аяқта квадрат 3 бар, келіңіздер. Мына аяққа жазасыз сонда да жерде ортағын сыртқа шығарып жіберейік. Онда қалай бар? Косинус х плюс синус х. Мен жақша мыналарды жазамыз енді. Қайсысын жазамыз? 1 минус косинус х плюс 1 минус квадрат. Так, 1 минус косинус х и плюс квадрат 3 минус квадрат 3 синус х. Осы жақша, осы тең 0-ге. Міне. Қарайық, мұнда енді қалай болады? Мында енді қараңыздар. Бірінші жақшаны үлгі, екі жақшаның көбейтіндісі болды ғой, дұрыс па? Екі жақшаны үлгі тең болады не? Көбейтіндісі. Біреу кемінде біреуін үлгі тең болса ғана да. Сонда екеуін жеке-жеке үлгі теңестіреміз. Қарайық, қалай істейміз мұнда? Екеуін жеке-жеке үлгі теңестіреміз. Сонда бұнда енді қалай жайындап тұр? Бұнда бізде мына жақшаны үлгі теңестірсек не болады? Қарайық. Мұнда бізде косинус х плюс синус х тең 0 болу керек оны, дұрыс па? Бірінші жағдайда. Косинус х плюс синус х тең 0. Енді жерде косинус х плюс синус х тең 0 болса, енді онда қандай қорытынды шығарамыз? Косинус х тең минус синус х. Екеуі бірдей 0-ге тең болмайды ғой, косинуста синуста, дұрыс па? Біреу 0-ге тең болса, екіншісі 0-ге тең болу керек, теңдеу орын алса, значит косинус х-қа бөліп жіберсек, мына жерде тангенс х тең минус 1 деген теңдеу шығады. Келесіздер онда. Онда қандай түбірі? x1 x тең минус пи бөлінген 4 плюс пи к. К бүтін сан. Бірінші жақшада 0-ге тең болғанда түбірін таптық. Дұрыс па? Енді екінші жақшаны 0-ге теңестірейікші. Онда қандай болады? Қалай болады? Сонда тригонометриялық функцияларды біріктіріп жіберсек, онда қандай шығады? Мынада косинус х плюс квадрат 3 екінші жағдай мынау. Квадрат 3 синус х тең
1 плюс 2 асты 3 ана минусына не кетеді ғой. Анда не байқап тұрып, екі жағында 2-ден 1-ге көбейтіп жіберсек, мынау 2-ден 1 косинус x плюс 2 асты 3 бөлінген x синус x-на синус 30 градус плюс косинус 30 градусына синус альфа косинус бета, косинус альфа синус бета. Яғни синустардың қосындының синусының формуласына келіп тұр. 2-ден 1-ге көбейтіп жіберсек екі жағында. Мында қандай теңдеу аламыз? 2-ден 1-ге көбейтсек синус x плюс мына жерде косинус синус x плюс косинус 2 асты 3 бөлінген 6 тең 2-ден 1 плюс 2 асты 3 бөлінген 2. Енді мына жерде сол жағында синус тұр, значит ол 1-ден үлкен болмайды. Оң жағын қарайықшы. 2 асты 3 1-ден үлкен. Достар, 1-ді қоссақ 1-ден үлкен, 1-ді қоссақ 2-ден үлкен шығады, бөлсек 1-ден үлкен шығады. Оң жағы 1-ден үлкен. Сол жағы 1-ден аспайды, оң жағы 1-ден үлкен. Онда мына теңдеудің шешуі жоқ, яғни. Бош жиын шешу. Онда қандай жауап болады? Бізде мынау ғана жауап болатын. Минус пи бөлінген 4 плюс пи к. Бірақ шешім болады мына теңдеудің. Сонда қандай болады бұл теңдеудің шешуі? Жауабын жазайық. Бірақ сандар жиыны минус пи бөлінген 4 плюс пи к. Сол. Жауабын кәм жазайық. Жауап. Минус пи бөлінген 4 плюс пи к. Қарап жұмсақ. Жауап осы болды мына теңдеудің шешімі. Видео мына лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.